Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Досыммен мақтанамын». Әлібек Файзуллаевтың «Жанкүйерлер» мәтіні. Оқушылар, суретте кімдерді көріп тұрмыз? Әрине, достарды көріп тұрмыз. Олар бірге футбол ойнайды екен. Оны қайдан білдік? Әрине, қолындағы футболға арналған добынан білдік. Балалар, дос деген кім? Оны қалай түсінесің? Дұрыс айтасыңдар. Дос, ол сенің сырыңмен бөлісетін адам. Сені өте жақсы түсінетін адам. Әрдайым көмекке дайын адам. Кез келген жағдайда бірге болатын сенімді адамды айталады екенбіз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Досыммен мақтанамын». Жанкүйерлер мәтіні. Бүгінгі сабақта шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп, оқиғаның соңын болжауды үйренесіңдер. Әлібек Файзуллаев бұл жанкүйерлер мәтінінің авторы. Ол жазушы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген екен. Ескі сурет, екі алма, көрші үйдің жарығы, тағы да басқа кітаптарының авторы. Халықаралық Дарабоз Республикалық Астана бәйтерек конкурстарының және тағы да басқа бәйгелердің жеңімпазы екен. Ал енді жанкүйерлер мәтінін мұқият тыңдаймыз. Екі самайынан тер моншақтары сорғалаған қара домалақ бала құйындай үйіріліп қақпаға жақындай түсті. Соңғы шабуыл, ең шешуші сәт. Алмас! Футбол алаңын қоршап тұрғандар шулап қоя берді. Жанкүйерлер сенімін қалайда ақтау керек. Намысқа тырысқан Алмас жанұшыра алға ұмтылды. Қолын кес-кестей алдынан шыққан ойыншыларға бөгелер емес. Бір қорғаушыны айналып өтті. Екіншісін, үшіншісін, әне, қарсыластар қақпасы. Алмас оң аяғын шірене сілтеп қалды. Гол! Теңбіл доп тор ішінде бұлқынып жатты. Осы сәтті күтіп тұрғандай төреші ысқырды. Ойын аяқталды. Тұс-тұстан алаңға қарай лап қойған жанкүйерлер жүгіріп жеткен бойда Алмасты жерден тік көтеріп алды. Жарайсың, Алмас, біз саған ризамыз. Бұл жеңіске дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ғабит ағай елден ерекше қуанды. Біз бүгін досымызды әбден қыдыртамыз, деді әбен. Сол-ақ екен, оны қорғаушылар көбейді. Дұрыс, бәріміз киноға барайық, суретке түсейік, ең қызығы чемпионды балмұздаққа бір тойдырайық. Достары озат футболшы үшін ештеңесін аяр емес. Қалталарындағы соңғы ақшаларын жинастырып, ортаға салды. Балалар, неліктен мәтін жанкүйерлер деп аталады? Жанкүйер деген сөзді қалай түсінесіздер? Жанкүйер деп белгілі бір затқа немесе адамға шамадан тыс әуестенген адамды айтады. Жан күйер, күю деген сөздердің бірігуінен пайда болған сөз. Сіз үшін қуанатын, сен үшін жаны ауыратын адам. Ол кім алдымен? Әрине сенің ата-анаң. Ал мәтінде жанкүйерлер кімдер? Әрине олар Алмастың достары. Алмас дегенде Алмасқа жанкүйер екендерін көрсетті. Гол дегенде ойынға жанкүйер екендерін көрсетті. Мәтіннен
жанкүйерлердің сөздерін тауып, өз ойларыңмен дәлелдейік. Мүмкін Алмас салған голға қуанды ма? Үлкендермен ойласып, дұрыс жауапты тауып көр. Жарайсың, Алмас, біз саған ризамыз. Бүгін біз досымызды әбден қыдыртамыз. Дұрыс, бәріміз киноға барайық. Суретке түсейік. Ең қызығы чемпионды балмұздаққа бір тойдырайық, деген жанкүйерлерінің, достарының сөздерін тауып оқыдық. Бұл сөздердің барлығы кімге арналған? Бұл сөздер Алмастың жанкүйер достарының сөзі. Достары көп Алмас қандай бала? Мәтіннен Алмасты сипаттайтын тұстарды табайық. Қара домалақ. Жүйрік. Оны қайдан білдік? Құйындай үйіріліп деген сөзден жүйрік екендігін дәлелдейді. Намысшыл. Яғни намысқа тырысқан Алмас. Шапшаң. Бір қорғаушыны айналып өтті. Екіншісін, үшіншісін деген сөзден ақ білуге болады. Жауапкершілігі жоғары. Сенімін қалай да ақтау керек. Озат. Яғни Алмас озат футболшы. Оқушылар, мәтінде мына сурет тұр екен. Алдымен дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыпты жазып, мына мәтіннен осы суреттегі оқиғаға сай тұсты тауып, жазып алайық. Дұрыс айтасыңыз. Алмас оң аяғын шірене сілтеп қалды. Гол! Достары Алмаспен мақтанады. Дәл осылай дәптерімізге жазып аламыз. Ал достарыңыз сізбен мақтана алады ма? Өте жақсы. Балалар, енді үйге тапсырма, оқу тапсырмасы. Енді өзіңіздің сол қолыңыздың суретін салып, 5 саусағыңызға сіз мақтанатын 5 досыңыздың атын жазыңыз. Енді әр досыңыздың бойынан қандай қасиеттерді байқағаныңыз туралы ойланыңыз. Мысалы, менің досым ақылды, сабырлы, төзімді, адал, мен досыммен мақтанамын деген сияқты осылай етіп жазыңыз. Достарыңның атын жазады, достарын суреттейді. Осы тапсырманы орындау барысында осындай ұпайды жинай аласыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.